Сонда сені және жолдастарыңды рух бөлмесіне кіргізуім керек пе? Иә. Сонда болашақтан мені құр сөзбен бопсалауға келдің бе? Сен маған басшы емессің. Мәртебелім, бұл сіз ойлағандай бұйрық емес, өтініш. Крониканы жеңу үшін сіз бізді рух бөліміне кіргізуіңіз керек. Не үшін? Себебі біз Синделді өмірге қайтарамыз. Менің патшайымым. Оның әруақ кейпін ұстап алыпсыңдар. Оны тірілту Фуджин екеуміздің қолымыздан келеді. Не үшін? Куанчи секілді оны өзіңе құл еткің келе ме? Кроникаға қарсы соғыста бізге жәрдем беру үшін. Уайымдама, ол енді ешкімнің арбауына түспей еркін өмір сүреді. Менің білуімше, сіз оның қандас бауырындай жақын болыпсыз. Оның өмір бойғы қорғаушысы болғанмын. Ендеше ол мерт болғанда сізге ауыр тиген болар. Әрине, бұл жайтқа сіз кінәлі емессіз. Десе де құтқара алмадыңыз. Ал енді сәті келді. Ендеше мен жоқ, шешімді Китана-кан қабылдайды. Сізді түсінеміз мәртебелім, бірақ Китана-кан бұл жайт туралы білсе, Шансунның басын алудан да тайынбас. Китана менің патшалыққа қосқан үлесіме әрдайым наразы болатын. Мысалы, құбыжық көшірмесін жасағаныңды айтасың ба? Дәл солай. Уақытымыз шектеулі, Шива падиша. Бізге астыртын әрекет ету керек. Китана-канға бұл жайлы кейінірек айтарсыз. Анасы өмірге оралған соң көмектесе аласыз ба? Китана-каннан сендерді жасырсам, сатқын атанармын. Бірақ менің өмірім Синделге тиесілі. Китананың жасағы сенің түріңді жақсы біледі. Бұл рас, бірақ маған ала көзбен қарай қоймас. Осылай дұрыс. Шамамен жетіп қалдық. Есіктің артында баспалдақ бар, ал жоғарыда Рух бөлмесі. Мен оны сезіп тұрмын. Ал міне, көз алдымызда түр бермей кетіп бара жатыр. Қышқылға толы орынның дәл ортасында. Жасырынатын орынды дұрыс таңдамапты. Сорақысы өлім ішінде. Шива. менің бұйрығымды күтіңдер. Жер адамдар ма Шива? Және табыт. Мен түсінбедім. Бұл жерде өзі қандай құпия жатыр? Бұл Канның қалауы, Барака. Екеуміздің бір дәрежеде екенімізді ұмыттың ба? Канның қалауын мен де көре аламын. Сен Шокан емессің. Бұл есті мен білем. Бұл ес саған тиесілі. Шансун. Бұған не дейсің? Түрі қорқынышты серіктес. Тапжылмаңдар.
Өзара алдымен келісіп алсақ қайтеді. Бізбен бірге жүресіңдер. Бұл арқылы Китана Канмен арамыз одан әрі жақсармақ. Сендермен әзілдесіп тұратын уақытымыз жоқ. Уақыт жоғалтпай рух бөліміне баруымыз керек. Жақсы, жолдарыңнан қалмаңдар. Бірақ Шан Цун мен мына табыт бізде қалады. Әдепсіздігім үшін кешірім сұраймын. Таркатанның қаны төгілді. Бұл үшін әлі жауап бересің, Шива. Саған ескерттім емес пе? Бірақ таркаттарда ауыз барда құлақ жоқ. Тыңдауды үйренгенде ғана сөйлейтін боласың. Қане жауап бер. Мына табыты сонша қорғайтындай ішінде кім жатыр? Сендель патшайым, рух бөлмесі арқылы оны өмірге қайта әкеле аламыз. Асықпа, Шива. Сен не Китананың жауыз анасын тірілтпек ойың бар ма? Не ойлағаның бар екендігін білмеймін, бірақ бұл жақсы ой емес. Өз орныңды біл, оралман. Қане, жылдамдатайық. Аргустың атымен, бұл жерде не болып жатыр? Шан Цун, сені Калидеде көргеніме сенбеп едім. Байқампаздығыңа қайран қалам. Біздің қалауымыз шайқас емес, Джейд. Бұл Синдельдің аруағы. Біз оны өмірге қайтара аламыз. Кроникаға қарсы соғыста көмектесу үшін. Өтінем, Джейд. Біз ол жерге баруымыз керек. Алдымен мені сендірулерің керек. Олай болған күннің өзінде ол жақ бос емес. Ол жақта Коталь бар. Өзінің сынған белін жазуда. Егер кедергі жасасақ, оған зиян тигізер ойымыз жоқ. Сенің сөзіңе сенім жоқ, сиқыршы. Біз Котальға зақым тигізбейміз. Одақтас ретінде маған сенуің керек. Эдениялықтың сенімі осы болғаны ма? Біраз жата тұр. Оны күтеміз бе, әлде оятамыз ба? Коталь. Шива. Түсінсем бұйырмасын. Джейд қайда? Және мынау бұл жерде не істеп жүр? Кейін, Коталь. Біз алдымен... Сенің жиіркенішті ет шұңқырында болған шағым әлі есімде. Қалыпқа келуің үшін саған көп уақыт қажет.
Оны өлтіруге шамам жеткілікті. Бүгін ол одақтасымыз. Оның күшімен Синдел қайта тіріледі. Тірілдуге мүлде рұқсат жоқ. Қалайша оның дуасына түсіп қалып жүрсіңдер? Мыналарға жасаған дуаңды алып таста, жексұрын неме. Қане, жұмыстарыңды бастаңдар. Котелді өзім ұстаймын. Мына жасаған сатқындығыңа жол болсын. Егер 4 қолыңда мансақтап қалғың келсе, жолыма тұрушы болма. Китананың бұйрығына бағынамын. Сенің емес. Шива падиша, Китана-кан, мен негізі түсіндірудің қажеті жоқ. Джейд маған бәрін айтты. Мына сиқыршының қолынан дені дұрыс дүние шыққан емес. Ол сенің анаңды жазуда, Китана-кан. Мыңдаған жылдар бойы оны қайта көруді армандадым. Бірақ оның жаны Шан Сюнның құлы болу үшін жаралмаған. Бұл опасыздықты тоқтататын уақыт келді. Менің бұйрығыма қазірден қарсы шықпақсың ба, Шива? Мыңдаған жыл бұрын мен сенің анаңа бағынғанмын. Оны қайтару міндетім. Кешір мені, Китана-кан. Сен не бүлдірдің? Қайта оралуыңызбен мәртебелім. Мен де сізді көргеніме қуаныштымын. Мен тірімін. Бұл рас па? Иә, Синдел ханым. Егер сізге шын берілген мына кісі болмағанда, бұл жайт мүлде орын алмас еді. Шива, патшайымым, әйтеуір бүгін көмегім тиді. Сізді қорғауда мен көп қателік жібердім. Мен лайық емеспін. О, қателеспе. Сен бүгін маған ең тамаша сый сыйладың. Екінші өмір, міндетіңді орындадың. Енді мен саған қарыздармын. Алғыс білдіремін, патшайым. Менің қызым қайда? О, Китана!
Бұл мен Китана, сенің анаң. Мен әрине қуаңым келіп тұр. Бірақ тек бір затты сезіп тұрмын. Мен кішкентай бала едім. Сен мені, сен қалайша өзіңді өлтірдің? Неге мені тастап кеттің? Бәр сен ойлағандай емес, Китана. Шао Канға үйленуге мәжбүр болғаннан кейін мен Quan Chiмен кездестім. Ол мені Шао Кан алаңдатты деп айыптады. Содан мына Рамза мені өлтіріп, өлімімді өз-өзіне қол жұмсады деп жар салды. Әрдайым күдіктенуші едім. Демек осы уақытқа дейін маған айтылып келген әңгімелер өтірік болғаны ма? Қайсысына сенейін? Сен әкең Джерардты сүйгені ме? Сені жақсы көретіні ме? О, анашым! Әрине, бұл атап өтуге тұрарлық жайт. Бірақ біздің уақытымыз тым шектеулі. Дереу Шансунның аралына барып, тапсырмамызды орындау қажет. Сіздермен барып, шайқасуға көмек берер едім. Бірақ түсінемін, ішкі әлемге қан қажет. Үйге оралуға уәде беремін, қызым. Синдель тірілді. Шансун бұндай қиын тапсырманы, оның көмегі оған айтарлықтай артықшылық беретін болса ғана әрекет етеді. Ол жай ғана ажалды біреу ғой. Саған зиян тигізе алатын адамның бірі. Мен ештеңеден қорықпаймын. Олар Шансунның аралында. Сіздің тәжіңіз. Шансун бәрін біледі. Демек, дайындықты аяқтайтын уақыт келді. Аралға дәл қазір аттан. Оларды өз жағымызға тарта алмаймыз. Аяушылық танытпа. Табиғатыңа ерік беруші болма. Түсіндім, анашым.